Қыздар, бүгін сіздермен дәрумен салатын әзірлейміз. Неліктен дәрумен? Себебі ағзаға қажетті витаминдердің барлығы құрамында бар. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Өте дәмді. Ол үшін бізге қызылша, грецкий орех және де слива қажет болады. Мед аз ғана және де өсімдік майы. Қайнатылған қызылшаны жақсылап аршып аламыз. Духовкада фольгамен орап пісірсеңіздер де болады. Мен суға пісіріп алдым. Енді кубиктап майдалап тураймыз. Барлығын турап арнайы ыдысымызға орналастырамыз. Қыздар, бұның пайдасы өте көп. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Ұйқысыздықтың алдын алады, стресс барлығына өте керемет қарсы дәрумен болып есептеледі. Енді кезеңде грецкий орехты жақсылап майдалап турап аламыз. Бұны да салатымыздың ішіне қосатын боламыз. Осы грек жаңғағымен өте керемет үйлеседі ғой салаттың дәмі. Енді кезекте қара өрік, яғни сливамызды қайнап тұрған суға кішкене салып аламыз, жұмсарту мақсатында. Жақсылап турап аламыз. Бұны да жаңағы қоспамызға қосамыз. Енді бізге өсімдік майы қажет. Аз ғана өсімдік майын қосамыз. Үстіне мед қосамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте дәмді әрі оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ерекше дәмді болады және де құрамында ешқандай зиянды қоспа жоқ. Міндетті түрде жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан, Диана. Ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.